Past perfect ағылшын грамматикасы B1 level. Past perfect өткен шақтағы екі оқиғаның қайсысы бірінші болғанын көрсету үшін қолданылады. Яғни бір әрекет бұрын болды, екінші әрекет кейін болды. Формуласы past perfect және past simple. Кей жағдайда past simple бірінші айтылады, одан кейін past perfect қолданамыз. Past perfect формуласы subject, одан кейін had көмекші етістігі, одан кейін етістіктің үшінші формасы past participle. Мысалы, I had worked, you had worked, she had worked. Ал енді болымсыз сөйлем жасағанда had көмекші етістігіне not жалғап айтамыз. Мысалы, I hadn't worked, you hadn't worked, she hadn't worked. Сұрақ сөйлем жасағанда had көмекші етістігі subject'тің алдына шығып кетеді. Мысалы, had I worked, had you worked, had she worked. Қашан қолданамыз? Past perfect'ті бірінші әрекетті көрсету үшін қолданамыз. Мысалы, I was tired because I had worked all day. Мен шаршадым, себебі күні бойы жұмыс жасағанмын. Екінші жағдайда before және after сөздерімен бірге қолданылады. Мысалы, she had left before I arrived. Мен келгенге дейін ол кетіп қалған. Және already, just немесе yet деген сөздермен де қолданылады. Мысалы, I had already eaten when she arrived. Ол келгенде мен тамақ жеп қойған едім. Енді нақты мысалдар келтірейік. Бірінші мысал, example 1. When I arrived at the party, everyone had gone home. Мен сауық кешіне келгенде барлығы үйлеріне кетіп қалған. Example 2. Екінші мысал. She was sad because she had lost her phone. Ол мұңайып тұрды, өйткені телефонын жоғалтып алған. Үшінші мысал. Example 3. They had never seen snow before they moved to Canada. Канадаға көшкенге дейін олар қарды ешқашан көрмеген. Енді қарапайым жаттығу жасайық. Келесі сөйлемдерді бірге аударамыз. Мен келгенде ол кетіп қалған. When I arrived, she had left. Мен келгенде, when I arrived, ол кетіп қалған. She had left. Екінші сөйлем. Олар фильм басталғанға дейін келген. They had arrived before the movie started. Олар фильм басталғанға дейін келген. They had arrived before the movie started. Үшінші сөйлем. Мен бұрын бұл фильмді көрмеген едім. I had not seen this movie before. I hadn't seen this movie before. Енді қорытынды. Сонымен past perfect ол өткендегі бірінші әрекетті көрсетеді. Формуласы subject, одан кейін had көмекші етістігі, одан кейін етістіктің үшінші формасы past participle. Before және after сөздерімен жиі қолданылады.